Сабаққа қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман? Бүгін біз сізбен фотоны сөйлетуге байланысты нейрожеліні қарастыратын боламыз. Ол вербо деп аталады. Google поисковикке кіріп, вербо деп жазамыз, және осы желіні өзімізге, жұмыс үстелімізге қондырып алу керек. Енді қазір бірден жұмысқа көшейік. Ол үшін осы жерде көріп тұрған talking photo, яғни фотоны сөйлету деген бөлімді басып, өзімізге дайын тұрған бір фотомызды, суретімізді жүктеу керек болады. Мына жерде мысалдар берілген, осылар осы жерден алуға болады. Немесе өзіңіздің дайын фотоңызды сөйлетуге болады. Қазір осы жерден мына бір суретті, бір фотоны алып көрейік. Осы фотоны таңдады. Бұл фото Copilot деген нейрожелі арқылы жасалған. Фотомыз жүктелді. Енді Next дегенді басамыз. Мына жерде дауысты таңдауымыз керек. Қазақ тілін таңдаймыз. Қаз деп ағылшынша қаз, міне қазақ. Және gender ер адам ба, әйел адам ба? Айгүл, егерде ер адамның фотосын алған болсаңыз, әрине Дәулетті таңдайсыз. Мен Айгүлді таңдаймын қазір. Тілді таңдадық. Енді егерде субтитр арқылы айтылған сөз жазылып тұрсын десеңіз, онда осы subtitle дегенді басасыз. Арт жағында музыкасы естіліп тұрсын десеңіз, онда background music дегенді басасыз. Мен оны баспаймын. Және мына жерге мәтініңіз жазасыз. Қысқа нұсқа болу керек. Мен жылдам болу үшін қазір бір ғана сөйлемді жазайын. Сабаққа қош келдіңіз дегенді жазайын. Create video. Экспорт жүріп жатыр. Кішкене күтуге тура келеді. Фото жүктеліп жатқан кезде айта кететін бір нәрсе, ол 2 минутқа дейін тегін лимит беріледі. Ол дегеніңіз 8 немесе 10 шақты фотодан қысқа 2-3 сөйлем арқылы видеолар жасай аласыз. Одан кейін ақылы нұсқаға өтуді сұрайды. Егер ақылыға өткіңіз келмесе, онда басқа Gmail мен басқа поштамен қайтадан тіркелуіңіз қажет. Сонымен фотомыз жүктелді, енді тексеріп көрейік. Енді оны көшіріп алу үшін download видео дегенді басамыз, және оны өзіміздің жұмыс үстелімізге көшіріп аламыз. Бұл ақпарат сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.